Сәлем достар, логикалық сұрақтар. Жауабын пауза қойып көреміз. Көшеде екі әкесі, екі баласы және атасы немересімен қыдырып жүр. Көшеде қанша адам жүр? 3. Қараңғы бөлмеде майша мен керосин лампасы бар. Сіз қайсысын жағар едіңіз? Шырпыны. Қай айда 28 күн бар? Барлық 12 айда бар. Домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5. Бұл не? Әріп. Ол сізге тиесілі, бірақ басқа адамдар оны жиі қолданады. Ол не? Сіздің есіміңіз. Аш қарынға неше стакан айран ішуге болады? Бір стакан. Сиыр неге жерге жатады? Себебі отыра алмайды. Жаңбыр жауғанда кімнің шашы су болмайды? Тақыр бастың. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Жоқ, ортасында түн бар. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Жоқ, ол сөйлей алмайды. Жабық көзбен нені көруге болады? Түсті. Қай сөз әрдайым дұрыс болып естіледі? Дұрыс сөзі. Әйгерімнің әкесінде 3 қыз бар. Гүлсая, Жансая және Әйгерім. Астанадан Қарағандыға жету үшін 2 сағат 30 минут қажет. Ал Қарағандыдан Астанаға қайтуға 150 минут керек. Неге олай? минут тең 2 сағат 30 минутта. Оқушы мектепке 15 минутта жетеді, ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақытта өтеді? минутта. Термометр 15 градусты көрсетіп тұр. Дәл осындай 2 термометр неше градусты көрсетеді? градусты. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның 2-ін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? Әрине, 6. Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын бойлы? Жанат.
Жүгіру жарысынан Әсет, Марат, Талғат 3 орынды алды. Егер Марат 2-ші орын алмаса, Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? 1-ші орын Марат, 2-ші орын Әсет, 3-ші орын Талғат. Сау бол!